Балалар бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетімізді бастамас бұрын амандасып алайық ем. Ал кеттік. Амансызда, оне, қонақ келді, қане, амансызда, саусыз ба, қалыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы балалар, бір-бірімізбен амандасып алдық, ал көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Ұйымдастырған іс-әрекетке дайынбыз ба? Дайынбыз, жақсы балалар. Бүгінгі біздің ұйымдастырған іс-әрекетіміз математика ұйымдастырылған іс-әрекеті. Ал математикадан біз не үйренеміз? Есеп шығаруды, санауды. Ал санамақ білеміз ба? Ал қазір кім айтады санамақ? Бәріміз айтайық па? Жақсы, ал кеттік. Бір дегені бесік, шықты содан өзі, екі дегенерім, жалан тауым көгін, үш дегені бүгін, үміт ақтан жүргін, төрт дегені көзім, бес дегені бақыт, уақыт айтым бақыт, алты дегені бақыт, қырдағаны мақыт, жеті дегені жарау, жүректегі алау, сегіз дегені жүзім, сенбедің көзім, тоғыз дегені тоқтау, ердің жоғын жоқтау, алты дегені бодан, қорғаудан бодан. Жақсы, тамаша балалар. Балалар, енді біз қазір бірінші не істейміз? Орнымызға отыру үшін топқа бөлмейміз. Топқа бөлу үшін насеканы сандықтың ішіндегі қазақ үйлерді аламыз. Ала ғой. Аламыз. Тез ала қойын. Бір-бірден, не? Так, бір-бірден аламыз. Сенде қандай сурет тұр? Ата, бабай. Жеті ата. Сенікі? Жеті ата. Екі сенікі немене? Жеті көл. Жақсы, ендеше бәріміз осы бөлінген бойынша топ-топқа бөлініп отырайық. Жақсы, балалар, сендердің топтарың аты қалай? Қазір кім айтады тобымыздың аты қалай? Жеті қазына. Иә, жеті қазына. Ал жеті қазынаға не жатады екен? Сұлу әйел. Иә, сұлу әйел дейді. Одан кейін? Ержігіт. Қыран қыз, дұрыс. Мылтық. Кітап. Иә, кітап. Жақсы, бұлар біздің жеті қазынамыз. Ең жақсы балалар. Балалар, сендердің топтарың аты қалай? Жеті ата. Ал жеті атамыз айтып жөнейікші. Айтам. Баба, әке, ата, арғата, баба, түгеді, тегеді. Жақсы балалар. Ал балалар, сендердің топтарың аты қалай? Жеті күн. Жеті күн. Ал жеті күн айтып жөнейікші. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жақсы, тамаша балалар. Тақтаға қарайықшы, тақтада кімді көріп тұрмыз? Қайсы? Әли мен Айша. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырған іс-әрекетке Әли мен Айша қонаққа келіпті. Ал тыңдаймыз Әли мен Айшаны. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Балалар, сендер бізді танисыңдар ма? Балалар, сендерге біз көптеген ойын тапсырмаларына келдік. Сол тапсырмаларды бәріміз бірге отырып орындайық. Жақсы, балалар, естідік па? Әлидің сендерге қызықты тапсырмалар бар екен, е? Сол тапсырмаларды орындап, бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетімізді жасаймыз. Бірінші тапсырма кімнің тапсырмасы екен? Әли мен Аяның тапсырмасы, е? Балалар, қазір біз Әли мен Айшаның тапсырмасын орындаймыз, е? Ол үшін біз қоржынның ішінде не бар екен, соны көруіміз керек. Ал ғой, ал бар. Не бар қоржынның ішінде? Не бар екен? Асық бар. А неше асық бар екен? 5 асық бар. Енді мына сандардың ішінен 5-ті тауып қоржынға
жабыстырамыз. Ал табыңдар санның ішіне 5-ті. 5 деген қай сан? Табағы? Қайсы 5 деген сан? Жақсы, жабыстырамыз. Жақсы. Ал енді осы 5 асықты 2 ыдысқа бөліп салайықшы. Қалай бөлуге болады? Жақсы. Ал қалай бөлдіңдер 5-ті? 3-ке, Содан кейін 2-ке, 3-ке бөлдік 2-ге. 3-ке 2-ні қоссақ неше? 5. Қоржынның ішінде не бар екенін қараймыз. Қарашы, қоржынның ішінде не бар? Қасық. Ал, неше асық бар екен ішінде? 4 асық. Ендеше 4 деген санды тауып, қоржынға жабыстырайық. Ал, қай жерге жабыстырамыз? Жақсы. Ал енді балалар, осы 4 асықты 2 тарелкеге қалай бөліп салуға болады? Ал, қалай бөлдіңдер? Қалай бөлдік? 2. 2-ні қоссақ неше болады? 4. Жақсы, тамаша. Али мен Айшаның тапсырмасы үшін сендерге әдемі смайлик. Жақсы. Тақтаға қарайықшы енді. Кімді көріп тұрмыз? Али. Ендеше қазір біз Алидің тапсырмасын орындаймыз. Али асық ойыны дейді. Асық ойын арқылы біз не істейміз? Алидің тапсырмаларын орындауымыз керек. Жақсы. Алидің тапсырмасын орындау үшін бірінші не істейміз? Асықтарды санап алуымыз керек. Ал санаймыз асықтарды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Сендерде неше асық? 9. Ал жазамыз. Сендерде неше болды? Ал жазыңдар. Жақсы. Енді қарашы, Еркемай, 9 асықты қалай бөлуге болады? 9-дың құрамы. Жаза ғой. Иә. Ал қалай бөлдік 9-ды? 5-ке 4. Иә. 4-ке 5-ті қоссақ неше болады? 9 болады. Тамаша. Ал сендер қалай орындарыңдар? О, айта ғой. 7 асық, иә? 7 асықтың құрамы, 7-нің құрамы? 3, 4. 3-ке 4-ті қоссақ неше болады? 7. Тамаша. Міне сендерге әдемі смайлик береміз. Біз қазір Айшаның тапсырмасын орындауымыз керек. Айша өзінің әжесінің оюларын алып беріпті. Ең бірінші алдымыздағы затқа мұқият қарай. Қолымызды қояқшы ғой. Оң қолымызды сол қолымызды білеміз ғой. Мына жақ оң қол, мына жақ сол қол. Енді сендерге тапсырма. Айтады, сол жақтағы заттар дейді. Сол жақта қанша зат бар санаңдаршы? 6 екен. Ендеше мына оң жағымызға сонша затты қоюымыз керек. Ал қана оюларды қойып шығайық. Ал, неше болды? Оң жаққа қанша зат қойдық? 6. Екі жағы қандай болды? Тең болды ма? 60 болды ма? Кем болды ма? Тең болды. Екі жағы да не болды? Тең болды. Жақсы. Балалар, бізде Айшаның тапсырмасын орындау үшін Айша бізге әдемі әжесінің оюларын алып кепті. Осы тапсырмаға мұқият қараймыз. Қана қолымызды тапсырманың үстіне қойайық. Оң қолымыз бен сол қолымыз білеміз бе? Оң қолымыз, сол қолымыз. Енді қараңдар, сол қолымыздың астында қанша зат бар? 5 зат бар, 5 ойы бар екен. Енді сендерге айтады, сол жақта қанша зат болса дейді, оң жағымызға артық затты жабыстыруымыз керек дейді. Түсініп ме? Ал қане, жабыстырамыз. Артық болу керек. Ал айта ғой. 5, кем, 7. 7 дейін болды, дұрыс. Одан кейін? 7-ден 5 аз. 7-ден 5 аз. 7 көбейін артық болды екен. Ал, екі айта ғой сен. Неше жабыстырдың? 6. Ал айта ғой. 5, 6-дан кем. Жақсы. 6, 5-ден көп. Көп. Нешеу көп? Нешеу артық? 6-ның 5-тен нешеу артық? Біреу артық. Жақсы, тамаша. Сендерге әдемі смайлик. Нұрбаш, неше жабыстырдың сен? 8. 8 5-тен көп па аз ба? Көп. Жақсы, тамаша. Жақсы болды. Балаларына ойынға келген бұл ғажайып ойынның сендерге шарты не істейміз? Текшені лақтырамыз. Сол текшедегі асықтың түсіне қарай қоржынды не істейміз? Ашып, соның ішіндегі тапсырманы орындауымыз керек. Ал. Алаға дұрсайын.
Alalım. Al. Tapsırmasını okuyayız. 6 azaytı 3. Неше болды? 6-тан 3 азайтсақ? 3. Жақсы, тамаша. Дұрыс па балалар? Я. Дұрыс. Ала ғой. Мына саған ұпай, 6 ұпай дейді. Келесі ал Ислам. Жасыл асық ал. Жасыл асық тапсырмасын оқыңыз. 5. 5 azaytı 4. Иә, 5-тен 4 азайтсақ? 1. 1. Жақсы. Саған неше ұпай келді? 7 деген ұпай. Жақсы. Кім лақтырған жоқ? Лақтыр. Ал қызылды тапсырмасын оқимыз. Оқи ғой. Оқи ғой. 3. Қосу 7. 7-ді. 3-ке 7-ні қоссақ неше? 10. 10. Жақсы. Ал саған қанша ұпай келді екен? 6. 6 ұпай екен. Жақсы. Ал ерке сен қалдың ба? Енді соңғы нені ұяшықты аша ғой. Аша ғой мына сен. Соңғы қалды ғой. Ал. Аша ғой. Ала ғой. Оқи ғой. 4-те 2-ні азайтсақ? 2. 2. А саған неше ұпай болды сонда? 5 ұпай болды. Жақсы, тамаша балалар, жақсы. Ендігі Аяның тапсырмасын орындауымыз керек. Аяның тапсырмасын орындау үшін сандықтағы сандарды көріп тұрмыз ба? Мына қандай сан? 8, 9, 10. Ендеше мына қыз бен балалардың қолындағы сандарды қосып, соның нәтижесін сандыққа не істейміз? Жапсыруымыз керек. Әр топтан 2 баладан шығамыз, е? Жақсы, келе ғой. Кім шығатына топтан? 7 қазына келе ғой. Ала ғой. 7 қосу 3-ті дейін 10. Жақсы жапсыра ғой. Жапсыра ғой. 7 қосу 3-ді ал, жапсыра ғой 10-ға. Жақсы. Ал тағы. Келе ғой. Келе ғой, жапсыра. 3 қосу 2-ті. Неше? Бұл болады 8. Жақсы, тамаша. Келесі дайындап отырамыз. Келесі топ. Ислам келе ғой. Оқи ғой. 10 10-ға де 6-ға 4-ті қосса? 10. Тамаша, молодец келе ғой. Мұсая. Келе ғой. Тез. Ислам. Мұсая. Оқи ғой. 8 1. Мен неше болады? Тең болады 9. Жақсы. Келе ғой. Жәдерке. 6 қосу 2 тең болады 8. Жақсы, тамаша. Так, ерке келе ғой. Ерке соңғы қалды, е? Соңғы қалды. Оқи ғой, нәмеше? 2 қосу 2 тең 9. Жақсы, тамаша. Жақсы, тамаша. Балалар, тапсырманы бәрін жақсы орындадыңдар. Балалар, бүгінгі біздің математика ұйымдастырған іс-әрекетіміз аяғына жетті. Балалар, бүгінгі іс-әрекеттен бәріміз түсіндік па? Түсіндік. Ендеше қазір біз өзімізді бағалаймыз, е? Егер де бүгінгі іс-әрекеті сендерге ұнап, жақсы түсіндірсек, мына керуеннің жасыл оюына әкеп саламыз. Егер де түсінбедік десек, онда сарыға саламыз. Түсіндім, сұрағым бар десек, онда қызыл керуенге қызыл оюды әкеп саламыз. Түсіндік па, е? Бәріміз ақырын келіп, өзімізді бағалайық.